Әр ғибадаттың өз талаптары мен пайдалары бар. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Құран кәрімде пенделер намаз оқуға бұйырыла келе, намазға тұрыңдар. Намаз арсыздық пен жаман істерден қайтарады делінген. Демек, намаздың пенде үшін ең үлкен пайдаларының бірі намаз оқушыны арсыздықтан, түрлі жаман істерден қайтаруында деп түсінеміз. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Не үшін кейбір адамдар намаз оқып жүрсе де жаман істерден тыйылмайды? Мәселе мынада. Аятта намазды оқу деп келгенімен, бұл жерде намазды шынайы намаз деп түсінуіміз керек. Намазын шынайы ықыласпен оқыған пендені ғана намазды түрлі жаман істерден тыяды. Шынайы дегені кемшіліксіз, нұқсансыз, өте жоғары ықыласпен орындау деп түсінуіміз керек. Міне, сондай кезде ғана намаз өз иесін жамандықтан, арсыздықтан қайтара алады. Бекерден бекер намаз күніне 5 рет парыз етілмеген. Мысалы, 5 намазын оқып шыққан адам артынша дереу күнә істерге кірісіп кетпейді. Өйткені артынша ақ намаздыгердің уақыты таяп қалады. Құптаннан кейін тынығып, ұйықтайтын уақыт болады. Егер түні ұзақ болса, тахаджуд намазы тағы бар. Сөйтіп жүріп, таң намазы да кіріп келеді. Байқайсыз ба? Міне осындай намаздар легі өз иесін жаман амалдардан қайтарады. Өйткені намаз оқушы адамның ар-ожданы намаз иесін жаман ойларға, түрлі іс-әрекеттерге еш бермейді, жол бермейді. Жалпы адам дінді терең түсіне бастаған сайын көкейінде түрлі сауалдар туындай береді. Мысалға айтар болсақ, намазда әт-тахияттан соң не үшін өзге пайғамбарларға емес, тек арнайы Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымызға және оның отбасына ғана салауаттар Аллахума соли, Аллахума бәрек жолдаймыз деген. Бұл мәселеге қатысты жауапты көрнекті ғалым Бәдриддин Ғайни өзінің Сүнәни Әбу Дәудке жазған шарх кітабында былай дейді. Мұның себебі мынадай. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Миғраж түнінде барша пайғамбарлармен жүздесіп, олардың әрқайсысына сәлем жолдаған еді. Ал енді олардың ішінен Мұхаммед пайғамбарымызға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, және оның үмметіне тек қана Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымыз ғана жауап сәлемі жолдаған еді. Сол кезде пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бұл сәлемнің құрметіне лайықты бір амал болсын деп, өзінің үмметтеріне, яғни біздерге әрбір намаздың соңына таман Ибрахимнің алейхиссаламның өзіне және оның отбасына да қиямет күніне дейін сәлемдер мен салауаттар айтуымызға әмір етті. Кейбір деректерде айтылғандай, кезінде Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымыз Қағбаны салып біткен соң, Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, үмметтері үшін былай деп дұға етті. Аллахым, Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, үмметінен осы үйге, Қағбатуллаға кімде-кім қажылық жасайтын болса, оған менен сәлемдер, салауаттар жеткізгейсің. Бұл игі тілекке оның Ибрахимнің үмметтері де әмин деп құптай келе, өз игіліктерімен сәлемді жолдады. Міне, сол себепті біздер күллі мұсылман қауымы олардың осы бір көркем амалдарына жауап ретінде күнделікті әрбір намазымызда оларды Ибрахим алейхиссалам әулетін тілге тиек етудеміз. Ал енді қажылық амалына келер болсақ, оның пайдаларын білуіміз үшін қажылыққа барып келгеніміз өте пайдалы. Олай дейтініміз, адам қажылыққа барып, бұл ғибадаттың қасиеттерін өз көзімен көрмейінше, оның толық мағыналарына көз жеткізе алмауы да бек мүмкін. Яғни,
көз алдымызда бейнелеп сезіне де ала алмаймыз. Намазда болсын, мейлі Құранда болсын, бастар алдындағы ең әуелгі «Аузу биллахи минаш шайтани раджим» деп айтуымыздың өзі неге тұрарлық десеңізші. Міне, құрметті тыңдарман қауым, өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, жалпы бұл өмірге келуімізде үлкен мақсаттарымыз болғандай, ғибадат жасауларымыздың, намаз оқу, дұғалар ету, жасауда өзіндік үлкен мәні бар. Мақсат, мүдделер мен талаптар бар. Сіздерге мақала ұнаған болса, каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыз.